Сәлем қыздар, бүгін біздер аштықсыз 15 минутта дайын болатын үлпілдек дәмді бауырсақтар әзірлейміз. Ол үшін ең алдымен бізге бөлме температурасында тұрған айран қажет. Осы айранымыздың үстіне бір ас қасық сода саламыз және де қаттылап бір 2-3 минуттай араластырамыз. Себебі біздің айранымыздың бетінде көбіктер шыққанша араластыруымыз қажет. Содан соң үстіне бір жұмыртқамызды, 2 ас қасық шекер және де 1 қасық тұзымызды салып, үстіне 4 қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің массамыз осындай құймақ тәрізді болу керек. Кейін үстіне ұнды міндетті түрде үкіштен өткізіп салыңыздар. Үкіштен өткізілген ұнымызды салып, барлығын қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Міне қолымызға жабысқақ, осындай қамыр шығуы қажет. Бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз қамырымызды. Қамырымызды түсіріп алдық. Егер де сіздердің қамырларыңыз қолға қатты жабысып тұрса, онда ұнды көп мөлшерде қоса берсеңіздер болады. Астына үстіне себуге. Міне осылай домалақ етіп бауырсақтарымызды жайып кесіп аламыз. Кейін өте қатты емес, баяу емес отта майға осылай екі жағын қуырып аламыз. Бас аяғы 30 минутта сіздің бауырсақтарыңыз дайын болады. Өте дәмді. Шайға ыстықтай ұсынсаңыз өте дәмді болады. Ас болсын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.